Сәлем достар, дәл қазір біз Аягөз Атшабарындаймыз. Тойға жиылған жұрттың той туралы пікірін бірге білейік. Осы Аягөз қаласынан келдік. Бүгінгі Ақтамбер Сарыұлының 350 жылдығы құтты болсын, тойымыз тойға ұласын. Өте көңілді өтіп жатыр. Қуаныштымыз, тойымыз көп болсын, тойымыз тойға ұласын. Рахмет көп. Той құтты болсын, атамыздың жаны жәннатта болсын, артына ұрпақтары дұғалары, оққан дұғалары тие берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақтамберді бабамыздың 350 жылдығы құтты болсын бірінші барлығымызға. Бұл енді жалғыз ғана Найманның ғана емес, бүкіл қазақтың батыры, қазақтың жырауы, елді берекеге, бірлікке шақырған, патриоттық сезімін оятқан үлкен дәрежелі той болып жатыр. Аудан әкіміне, осында қызмет етіп жүрген барлық азаматтарға үлкен алғысымызды айтамыз. Мұнандай той енді ғасырда бір-ақ рет болатын шығар деп жатырмыз. Үлкен рахмет айналайын. Біз қазір 50 киіз үй тігілді, яғни сол киіз үйдің ішіндеміз. Қонақтардан сұрап көрейік. Ас болсын, сіздерге сұрақ қойсам бола ма? Қай жақтан келдіңіздер? Абай облысы Ожар ауданы Еңіс ауылынан. Жалпы осы той ұнап жатыр ма? Қалай өтуде, деңгейі дегендей бәйге көруге келдіңіздер? Отырып айта беріңіздер. Өте тамаша, бабамыздың асын беріп жатырмыз, соған атсалысқанымызға қуаныштымыз. Осы ауданымыздың шашбауын көтеріп келіп қалған жайымыз бар. Той жоғары деңгейде өтіп жатыр. Енді бабамыздың қалған ұрпақтары және біздер қазақ елде осы бабамыздай тойын тойлатып жатқанына бәрі де қуанышты шығар, бірақ кейінгі жастарға өте үлкен үлгі болды мынау. Той ас беріп жатыр, Құран оқылып жатыр. Болашақ келіндеріміздің бәрі Ақтамбер бабамыз сияқты ұлды болсын деп тілеймін. Рахмет көп сізге. Сізге де рахмет көп, ас болсын. Халықтың қарасы көп жиналған, көріп те тұрған шығарсыздар. Аягөз халқы тойды сағынып қалыпты. Біздің Айдын ағамыз Ақтамбердің тікелей ұрпағы болады. Жалпы тойдың ұйымдастырушысы, басқасында жүрген кісі. Жалпы той қалай өтуде? Той ойдағыдай өтуде. Енді бұл Ақтамбер деген жалпы осы Аягөз немесе Абай өңірі емес, қазағымызға белгілі тұлға болғандықтан, тарихи тұлға болғандықтан осы Қазақстан аумағында атап өтіліп жатыр. Біз енді тікелей ұрпағы ретінде мен өзім Ақтамбердің Арық деген ұлынан тарайтын 7-ші буындағы ұрпағы болам. Қазақта ол той деген қазына деп атамыз ғой. Енді бұны жалпы той деп атағанмен бұл той емес, бұл мал шашпақ емес, бұл халықты елде берекеге, бірлікке шақыратын шара. Бұл жерде ешқандай да мемлекеттік бюджеттің қаржысы, үкіметтің қаржысы кетіп жатқан жоқ. Тек қана демеушілердің, халықтың өзінің қалауымен құйылып жатқан қаржыға аталынып өтіп жатқан. Үйде өзіміз құда күтсек, той жасар алдында жаңарып жатамыз ғой, сол сияқты бұл жаңарудың нышаны деп білеміз. Біз Айғыз ауылы Көксала деген ауылдан келіп тұрмыз. Бәйгенің Аягөз арғымағына 2 тұлпарымыз баптап әкелдік. Көкойнақ Қубас деген. Той жақсы, үлкен дәрежеде өтіп жатыр. Той ұнап жатыр. Барлықтарыңыз жалпы осы бәйгені күтіп отырсыздар ғой қазір. Қай тұлпар жеңеді, қай өңірге жанкүйер болып келдіңіздер? Біз енді өзіміз осы Аягөз ауданының тумасы болғаннан кейін Аягөздің бөлек шабатын аттарынан үміт күтіп отырмыз. Өзіміз осы бәйгеге ат қосып, барлығының арманы бір темір тұлпар тізгіндеу шығар. Соны асыға күтіп отырмыз бәйгенің алдында. Бәрімізде қобалжу бар, қорқыныш бар, қаншама еңбек барлығында атталып кеп, соның куәсі болайық деп отырмыз барлығымыз бәйгенің. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Бізден Ақтамбер Сарыұлы атамыздың 350 жылдық мерейтойына келіп қалдық. Біз Аягөз ауданы Сарыарқа ауылынан келіп отырмыз. Барша отырған ағаларымыз бар. Құдай қаласа нағашым атын алып келіп отырмыз Аягөз жүйрігіне. Тек қана сол атқа Сарыарқа деген аттың есімі. Бапкері 17-ші номер, бапкері Қайырбекұлы Бексұлтан. Құдай қаласа сол Сарыарқаға жанкүйер болып келдік бәріміз. Барлық аттарға сәттілік, тұяқтары сүрінбей, аман есен шауып келулеріне тілектеспіз. Той құтты болсын, амандық болсын, жақсылық болсын.